Сәлем, сіздермен бірге Дакет Кодер. Біз алдыңғы сабақта Python'ды компьютерге орнату деген видео жасаған болатын. Бүгінгі сабақта біз Python'ды тілін қолданып жұмыс жасауға болатын орынды көрсетеміз. Оны IDE деп аталады. Visual Code, Studio Code'ды қолданамыз. Мына жерде сілтемеге кіреміз. Download деген үстінде тұр. Windows 10.11 дегенді көшіріп аламын. Сохранить. Бізде көшірілді. Открыть деп басайық. Сосын принимаем условия соглашения. Сосын мына жерде бізге керек создать значок в рабочем столе деген керек. Сосын мында пазға қосу керек. Сосын далее деген басамыз. Установить етеміз. Запустить етеміз. Забежать деген басып. Міне сәтті түрде сіз Visual Studio Code'ды орнаттыңыз. Енді осы бағдарлама арқылы ары қарай өзіңіздің программаларыңызды жаза берсеңіз болады. Ол бойынша келесі сабақта айтатын боламын қалай код жазамыз.